Сәлематсыздар ма, қалайсыздар оқушылар? Бүгін 155-ші сабақты өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы есептерді әріпті өрнектердің көмегімен шығару. Оқулықтың 63 және 64-ші беттері. Балалар, бірінші тапсырмаға қараймыз. Өрнектің мәнін тап дейді. Бізге біріншісі балалар А мен Б-ның қосындысы және А мен Б-ның көбейтіндісі деп өрнектер берген. А-ның мәндері 25, 9, 70, 8 және 100. Сол сияқты балалар Б-ның да мәндерін көрсетті. Мен бұл жерде сіздерге қосу амалын көрсеттім. Міне балалар, мысалы А-ның мәні 25, Б-ның мәні 8 болғанда, екеуінің қосындысы 33-ке тең болады. Және А-ның мәні 9, Б-ның мәні 61 болғанда, мәні 70-ке тең болады. Келесі балалар екінші тапсырмаға қараймыз. Асы. Хайуанаттар бағының ересектерге арналған кіру билеті А теңге тұрады, ал балалар билеті Б теңге тұрады. Егер хайуанаттар бағына келген отбасының құрамында 3 бала болса және 2 ересек адам болса, онда олар кассаға қанша теңге төлеу керек? Бұл жерде біз балалар А-ны 2-ге көбейтеміз және Б-ны 3-ге көбейтіп, екеуін қосамыз. Яғни ары қарай өрнектің мәні болмайды. Келесі әсім. Кинотеатрда балалар билеті А теңге тұрады, ал ересектер билеті Б теңге тұрады. Киноға С бала және X ересек адам билет сатып алды. Қанша ақша төленді? Мұнда да балалар біз бірінші көбейту амалдарын орындап, содан соң қосу амалын орындаймыз. Енді балалар үшінші есепке қарайық. Есеп бойынша өрнектер құрастыр. Асы. Ойын-сауық орталығының бірінші қабатында А дүкен бар. Бұл екінші қабатқа қарағанда Д есе артық. Біздерге балалар мәнін көрсеткен А 21, Д 7. Екінші қабатта неше дүкен бар? Сонда балалар біз 20-ны 7-ге бөлсек, сонда екінші қабатта 3 дүкен бар. Келесі әсім. Ойын-сауық орталығының ашылу күніне Б адам келді, ал екінші күні ашылған күнге қарағанда Д есе артық адам келді. Екі күнде барлығы неше адам болды? Б-ның мәні 326, Д-ның мәні 2-ге тең. Сонда балалар барлығы 978 адам келді. Келесі 64-ші беттегі 5-ші тапсырма бұл күрделі теңдеу. Күрделі теңдеуді қарапайым теңдеуге айналдырып шығарамыз. Ең соңғы 8-ші тапсырма балалар. Айжан, Гүлназ және Зәуре бірінші, екінші және үшінші қабатта тұрады. Айжанның екінші қабатта тұрмайтыны, ал Гүлназдың екінші және үшінші қабатта тұрмайтыны белгілі. Қыздардың әрқайсысы қандай қабатта тұратынын анықта. Сонда қараңыз балалар, егер Гүлназ 2 және 3 қабатта тұрмаса, демек Гүлназ 1 қабатта тұрады. Және бізге Айжанды көрсетті. Айжан 2 қабатта тұрмайды. Демек ол 3 қабатта тұрады деген сөз. Ал Зәуре болса 2 қабатта тұрады. Балалар, сіздерге сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.